Күні кеше шаһарда дін мәселелері жөніндегі ақпараттық түсіндіру топтарының мүшелерін даярлау және қайта даярлау атты семинардың қорытындысы өтті. 4 күнге созылған әдістемелік кеңес аясында имамдар, дін басқармасының мамандары жан-жақты мәлімет алып, білімдерін шыңдады. Дін мәселелері жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобын даярлауға бағытталған семинар 40 академиялық сағаттан тұрады. Семинар кеңес халықтың мақсатты топтар арасында түсіндірме, оңалту жұмыстарының сапасын арттыруды көздейді. Bir жағы азаматтардың жеке ойының қалыптасып, қауіп-қатерге тойтарыс беруге қабілетті мамандар даярлауға мүмкіндік береді. Ал қаламызда өтіп жатқан семинарда 80-нен астам қатысушы біліктілігін арттырды. 4 күн ішінде біздің ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері өздеріне қажетті өте үлкен мол мағлұматтар алды. Ол үшін республика көлеміндегі ең алдыңғы қатарлы үздік ғалымдар, дәріскерлер шақырылды. Сонымен қатар дін мәселелері жөніндегі осы түсіндіру тобы мүшелерін аттестациядан өткізу жоспарланған. Бұл аттестациядан өту нәтижесінде жалпы курсқа қатысушылар сертификаттармен және арнайы министрліктің куәліктерімен марапатталып жатыр. Насихаттық түсіндіру тобының даярлау, қайта даярлау курсы өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Біз бүгінгі күні барлықтарыңыз білесіздер, өзекті мәселенің бірі дін. Яғни дінді жақсы оқыту барысында біз көптеген лекторлардың, мысалы Лола Сергеевна, Ольга Александровна, Индира Келіпбековна, Абуов секілді үлкен белгілі лекторлардың сабағын оқыдық, таныстық. Енді бұл бізге өз пайдасын тигізді. Бұндай семинарлар алдағы уақытта да өз жалғасын табады деп сенім білдіремін. Семинар барысында қатысқан азаматтарға еліміздегі дін саласындағы саясатты сауатты әрі дұрыс жеткізу бойынша ақпараттар берілген. Бұдан бөлек халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізерде әртүрлі әдіс-тәсілдердің жолдарын мамандар практикалық тұрғыда көрсетіп берді. Аят Асқарбекұлы, Санат Аралбек, 77 News.